Ай, мына жерге ерлердің бәрі неменеге жиналып кеткен. Бәрі жаңалық көргелі отыр ғой деймін. Мен бір жаңалық көріп жіберейінші. Бүгінгі ғылым мен техниканың қарқынды дамуы, еліміздің экономикасының өсіп, үкімет үдемелі индустрияландырудың керемет жобаларын жүзеге асырып отырған кезеңде оқушылардың математика мен физика, компьютерлік сауаттылық деңгейіне қойылатын талап та жоғары. На сегодняшний день в современном мире, когда развивается техника, экономика, наука и индустрия, ученикам нужно развивать такие предметы, как математика, физика и информатика. Болашақта білімді ұрпақ керек, ал білім кілті барлық нақты ғылымдардың негізін меңгеруде. Себебі математикалық білімі мықты, компьютерлік сауаттылығы жоғары, әрі ойлау қабілеті дамыған бала ғана ғылым мен техника тілін табысты меңгере алады. В будущем нужно высокообразованное, грамотное поколение. Ключ к достижению – это знание всех наук, так как математика, компьютерная грамотность, физика и другие науки. При изучении этих наук учащиеся нашего времени могут достичь технологического роста. Осыған байланысты Алматы облысы Еңбек Шығарсақ ауданы Төле би атындағы орта мектепте 5-ші ақпан мен 15-ші ақпан аралығында математика, физика, информатика апталығы өткелі жатыр. В Алматинской области Еңбек-Шығарский район средняя школа Төле би проводится с 5 по 15 февраля деканы физики, математики и информатики. Жаңа олай болса, сол мекемеге барып, апталықтың ашылуын өз көзімізбен көріп қайтайық. Давайте посмотрим. Көріп тұрғандарыңыздай Төле би атындағы орта мектепке жеткелі қалдық. Ал енді апталықтың ашылуын өз Физика, математика, информатиканың ашылу басталғалы жатыр екен. Біз соған дайындалып жатырмыз. Біз бүгін тақырыпқа белсенді қатысқымыз келіп, соған сұрақтар дайындадық. көріп тұрғандарыңыздай оқушылар да атсалысып жатқанын байқап жатырмыз. Келесі кезекте апталықтың ашылуына өтсек. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, қонақтар, оқушылар. 21 ғасыр нақты ғылымдар ғасыры деп елбасымыздың қойып отырған маңызды міндетінің негізгі салмағы да осы 3 пән – математика, физика, информатикаға бағытталған. Сондықтан да биылғы оқу жылында өткізілетін апталықтың тақырыбы да барлық іс-шараларда осы жүйелі түрде осы ғылымдар негізін тереңірек аша түсуге, әр баланың осы пәндердің беймәлім тұстарын зерттеуге деген қызығушылығына бағыттадық. Апталықтың мақсаты мен міндеттері нақтыланған соң, аптаның әр күні нақты бір тақырыпта аталып, осы бағытта жаңаша жұмыс үлгісімен, апталықтың өтетін іс-шаралармен таныстыру үшін пән бірлестік жетекшісі Төленко Мария Исабаевнаға сөз кезегін береміз. Жандармыз, санауды біз үйрендік, көшеге де шықпаймыз, күндіз түні оқимыз, барсақ егер сабаққа, санауды біз қалаймыз, азайтумен қосуды, ажыратпаймыз мүлде біз. Есеп барда, қосу барда, ауыл барда, сабақта. Мен оларды ұнатамын, сенбесең де сенсең де. Есеп барда, қосу барда, ауыл барда, сабақта. Мен оларды құрметтеймін, жасым 100-ге келсе де. Ла-л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 а
алмайм. Таусылмайтын есепте енді сені шеше алмайм. Сен ойламақ түгілі ұмытуға тырыссам, есептеп ұйқымды мен қашырам. Кітаптағы есептер шығаруда жалықтым. Қайта есептен дәрісінен қалыппын. Оқушымы жама болса пәле деген сол екен. Мені жақсы көрмесең де ойламайсың өзіңді. Төрт жыл өтті арада. Ойбай, қайдағы 5 жыл? Солай ма? 5 жыл өтті арада. Мүлдем қойды оқуды. Есектесе қашамыз, сабаққа да кірмейміз. Дұрыс қой, сабақты сен қойдың ғой. Оқулықты ашпайсың, сабақтан сен қашасың. Есеп барда, қосу барда, алу барда сабақта. Мен ойламайсың, шеше алмайсың, сенбесең де сенсең де. Есеп барда, қосу барда, алу барда сабақта. Көп мен келем ойламаймын, қайсы екі қойса да. Бөлек кеттерек ұбынты болып тұр ғой. Осылайша арамыз үйпа-түйпа болып тұр. Не істесем де шеше алмайм, күнде қатып жүр басым. Формуланы жаттамайм, есепті мен шығармайм. Білмегенді күнде айтып шектен шығып барасың. Сабақ бітсе алдыменен шыға салып қашасың. Не бопты не? Сен күштісің, сен мықтысың, саған ешкім жетпейді. Мен болмасам есептеуді үйренбесең өмірде. Сен күштісің, сен мықтысың, саған ешкім жетпейді. Мен болмасам оқушында болмас еді бүгінде. Әңгіме жоқ арамызда. Ойбай, неғып жоқ? Сен күштісің ғой, жоқ сен айт. Жоқ, сен ғой көп білетін білгіш, сен айт. Сен білесің, мен білемін, көп білесің. Бас қосқалы 11 жыл уақыт өтіп барады. Қолдасып жүргенде бірмен тұзып өтеді. Енді отырмыз екеуміз, қайталамыз енді біз. Формуланы жаттамау, жұмысыны есепті. Ұстазыма көнілдім, мені ойлап әбігер. Формуланы жаттамау, сабақты тыңда енді сен. Оқып білсең сабақты, нәтижесі болады. Түстен кейін 1 сағат қайталап ал керекті. Есеп барда, қосу барда, алу барда сабақта. Мен оларды көрмедемін, жасым өзге келсе де. Есеп барда, қосу барда, алу барда сабақта. Ергенізді жүргізіп мұғалімдер барыңде. Сіздермен балалар, апталықтың шараларымен таныс болайық. 6 ақпан күні 7-ші Б сыныпта физика апайларын Боданова Жанна ашық сабақ өтеді. 8-ші 9-ші сыныптар арасында физика пәнінен қызықты
fizika atты sınıftan tыс sabak болады. Al 7 ақпан күні 5-11 sınıftar arasında ең үздік оқушы дәптері көрмесі болады. Және де 5-11 sınıftar arasında Төле бидің 355 жылдығына арналған математикалық турнир өтеді. Турнирді апайларың Мамирова Фарида Майдин қызы өткізеді. 8 ақпан күні 8-11 sınıftar arasında fizika pәнінен жарыс болады. Сол күні 8 B sınıf оқушылары Қазақстан интернет олимпиадасының бірінші турниріне қатысады. 12 ақпан күні 8-9 sınıftar нақты пәндерге қатысты диафильмдер көресіңдер. Айтпақшы, фильм мен туралы болады. Сол күні 6 B sınıfta математикадан Мария апайларың ашық сабақ өтеді. 10 күндікте айтылатын тілектерге сөз кезегін берейік. Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, техника ғылымдарының докторы Қуатбай аға Бисенбаевтың құттықтауын қабыл алыңыздар. Шоу-бизнес жұлдыздары да біліп жатыр екен. Нысана театрының актері Абай Аязбаевтың тілегін тыңдаңыздар. Төле би атындағы мектеп ұжымын және де оқушылары сіздерді математика, физика, информатика пәндерінің 10 күндік мейрамымен жүргізумен құттықтаймын. Алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Дені сау, отбасыларыңыз аман болсын. Амандық болсын, сәттілік. Нам громкую славу поют. Над миру интеграл и синус мы научили множить и делить. Мы знаем, где поставить плюс и минус, какие числа в степень возводить. По чрезвратному зелью гонимы, мы интеллекта как один полны. Мы лишь с собой по модулю сравнимы, другие нам фрагменты не даны. Куда-то, куда-то, куда-то. Әдістемелік бірлестік бойынша 10 күндіктер өтіп жатыр ғой. Бүгін бір өзгеше жағдайда өтіп жатыр. Бұның барлығы мұғалімдердің, сіздердің, ұстаздарыңыздың ізденістері. Сол себептен жақсы өтіп жатқан дүние болатын болса, әрине ол жақсы дүние адамды жан-жақты қызықтырады, ойландырады, толғандырады деген сияқты. Енді бүгін ашуларыңыз жақсы, сәтті өтті деп ойлаймын. Жаңағы әзіл өлеңдеріңіз де, математика деңгейлері де, тағы басқа мәселелер, өздеріңіздің творчестволық жұмыстарыңыз деп, сонымен қатар жаңағы видеоға түсіру, жаңағы кім арқылы, яғни журналистер арқылы көрермендерге не болып жатқан жаңалықтарды айту, бүгінгі
мынау әдістемелік бірлестіктің ашылуына қонақтардың келуі деген сияқты, олардың өздерінің тілектері деген сияқты. Яғни қорыта айтқанда, бұл мынау теориялық бар дүниедегі білімді практикалық түрде көрсетіп жатыр сіздерге вам. Это все на практическом показывают они ваши учителя. Вот енді ары қарай ашық сабақтар өтеді, то же самое енді бәрі айтылды ғой. Сол ашық сабақтарда вы должны показать свои знания и помогать своим учителям, и чтобы нормально и высоком уровне в темпе прошел декада математики. Ура! Ура!